Ассалаумағалейкум. Жасқалайын. Мына осындай столдар бар ағайлар. Мындай жиналмалы стол. Жиналмалы. Метр 53. Мына домалақ стол бар. Көрініп тұр ма? Домалақ стол. Хабарласыңыз ба? 8-700 463 07 31. 8-700 463 07 31. Ағайындар, міне. Мен шағын ондай дайындап қоям. Осы мен бір жоба ойлап тауып жатырмын. Енді сіздер маған көмектесіп жіберіңіздер. Кәсіпкерлер ағалар, қаражаты бар бағанағыдай. Осындай бір 300 мың, 400 мың ақшасы бар азамат көмектессе, мен 2 айдың ішінде, 3 айдың ішінде қайтарып беремін. Немесе, міне әжетхана. Бұны әжетхананың тым ерекшелігі жоқ. Міне мұндай алдында да бар, ішінде де бар. Міне ішінде де бар. Тек қана ішіндегісі басқаша да мұндай салатын бар. Тек қана тез айтайын, міне. Көрдіңіз бе? Ашылмайды да. Бәрі жақсы. Бұдан дым кінәрат жоқ ағайындар. Қозғалмайды. Профриздің өзі 12 мың ағайындар. Жай. Ал енді айтайын деген ағайындар, мұндай бар. Мына туалет міне. Краскіленбей тұрғаны 50 мың. Краскіленіп тұрғаны 60 мың. 60 мың. Ол деген мұндай болады. Міне краскіленген 60 мың. Осыны сіз деген тек қана 30 мың бересіз де, келесі айда 30 мың бересіз. Егер де кәсіпкерлер маған ақшамен көмектесетін болса, мен 3 бөліп төлеуге берем. Неге десең, менен алып жатқан азаматтар кәсіпкерлер көбіне кәсіпкермен қателестім, зейнеткерлер көп алып жатқан менен. Сол үшін мен сондай қияда, ұл ұяда, қыз қияда дейді ғой енді. Соның ішінде ол алысқа кетіп қалып, қыздар көмектесіп жатса, сол нұр үстіне нұр болады ғой қыздарға. Сосын айтайын дегенім, бағанағыдай молда керек болып қалып жатса, бағанағыдай үйге кірейін жатсаңыз, или немесе қоңыстой, бағана үйге кіргенде қоңыстой, мына үйді саудалауға шығардым. Осы саудаға шықса, мен шағын бірдеме істейін деп едім. Менің ойым бағанағыдай тек қана кәсіпкерлер емес, тек қана зейнеткерлер емес, мектеп оқып жатқан жастар, 10 жылдық, 20 жылдықтар сондай бірдемелер сыйласа деймін ғой мұндай үйлеріне. Неге десең, көбіне зейнеткерлер алып жатыр, өтірік емес, шын айтайын. Сол енді аяп кетем кейде, әкем шешем мен кезінде 2013 жылы Ақтауда жүргенде үйге кел, баяғы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев екі сиырдан берді ғой, соны бақ үйге қара деп енді әкем айтқанда, сол кезде ағам Сегейдің қызы тұрмысқа шығып еді Оралға. Сонда мен жынданып, ол қыз неге тұрмысқа шығады деген ниетпен үйге келіп, әкемді бағып, қағып, содан кейін 2015-те қалғырып қайтты. Содан бері мына 10 жыл болады. Ал жеті-атадан қыз алыспаған қазақпыз. Соны әлемберіштерін өрбітіп жатырмын. Тумалас деген сайт бар, Қайрат Бектенов деген ағамыз бар. Соған және 872-87-08-87-ге тіркелсеңіз, мен сізді әлемберіштеріне қосам. Таз, Алаша, басқа да байбақты, басқа да ру болатын болсаңыздар, олардың шежіре жазушыларының нөмірін тауып беруге тырысамын. Міне, айттым ғой да, мынау дайын тұр. Енді мен мұны дайындап жатырмын. Мысалы, мына туалеттікі мынаған, мына туалеттікі мынаған, содан кейін материал бітті менде. Ал жұмыс жасап жатырмын, сағат деген 15:00, бүгінгі 15-ші маусым. Бүгін бауырым туған күні. Жастарыңызға тола берсін. Енді айтайын дегенім, біздің осы Қазақстан Республикасының Құрманғазы ауданы Атырау облысында бір мені қарайтын кәсіпкерлер Facebook парақшамда, YouTube парақшамда, Instagram парақшамда көріп жатсаңыздар, маған бір қол ұшын беріп 300 мың, 400 мың ақша, немесе мына Адай құрылыс дүкені, Амантай құрылыс дүкені, Еркінбек қалу дүкені, сондай бір ағашпен көмектессеңіздер, мен деген мына үлкен зейнеткерлерге көмектесейін деген ниет қой. Мындай апелка сатам, апелка. Хабарласыңыздар, апелка бар. Болды, басқа, мына есік сатылды. Сондай бір бұйымтайым бар ағайындар. Енді жоқ болса, ой, осы көлі айта береді, саған беретін ақшамыз жоқ деген, ондай комментарий болса да жазуға болады. Оны ештеңе етпейді. Бірақ бұлай айтып жатқаным ғой, әке шешеңізді ойлап, өзіңіз шетелде жүріп
ай менің әкем де солай еді ғой, дұрыс, кеше жазып жіберіпті бір группаға, мына керемет жоба екен деп. Сондай жоба ағайындар. Қолдап кетіңіздер. 8-700-463-0731. Соны бұғаттап тастағандар аша қойыңыздар, немесе 872 табыс нөмір 87-0887. Ал 8-700-463-0731 деген ол ертең қосылуы болады телефон. Бүгін өшіптір. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, аман таулайық. Мангал бар ағайындар, оны мен анда-санда өзім бірдеме істеймін, оны көрсетіп жіберейін. Сосын мен мына бір құралардан құтылайын дегенім ғой ағайындар. Сол үй өтпей тұр, үй өтсе келіп жатсаңыздар, мангал, ошақтар, мына үлкен қазан. Үлкен қазан. Мынау деген 40 литрлік қазан. Бәрі сұрап жатыр. Бірақ деген ешкім алып жатқан жоқ. Сосын менің қарыздарым бере жағым жоқ ешкімге. Қарыз алғандар бар, стол алғандар, әжетхана алғандар, бірақ олар өздерінің уақытында төлейді. Бірақ стол алған адамым бар, 3 ай болды, әлі де ақшасын бермей жатыр. Все, мендегі инструмент тек қана осы ағайындар. Жақсы, 16 бағана таңертең жібердім 9-да, 15 маусымда. Онда осы бейнеролигін көріп жатсаңыздар, таратып жіберіңіздер. Кәсіпкерлерге тек қана сәттілік. Неге десем, мен бұрын бір түсінбей келіптім. Өзге ұлтты бағанағыдай. Біздің қыздарымызды алып алып, гражданство алып жатыр, Қазақстан азаматтығын. Соған мен қарсымын, және өзіміздің қазақ қыздары қазаққа тиген жақсы ғой деген оймен, және де ат қою рәсімі, немесе бір садақалар кездесіп қалып жатса, садақа болғанда 40-ы, 100-ы деген сияқты, жылы деген сияқтылар кездесіп қалып жатса, хабарласыңыздар, өлім болмасын. Туы қақ, өлу қақ дейді. Бірақ жаман айтпай жақсы жоқ. Біздің Ресей мемлекеті, Украина мемлекеті, Палестина бәрі жақсы аяқталса екен деймін. Амандықта болайық. Ашаршылық кезінде қиын болған ғой, әжелеріміз мысалы 20, әжемнің қайтқанына 27 жыл болыпты. Ойлап қараңызшы. Әкемнің қайтқанына 10 жыл, туған бауырымның қайтқанына 16 жыл. Соны жасайын жатырмын 16 жылдамыздар. Рахмет, сау болыңыздар. Таратып жіберейік. 8-700-463-0731.